Қалада жылу беру маусымы басталғанына бір ай уақыт болды. Бастапқыда қаланың 5 көп қабатты тұрғын үй түрлі себептерге байланысты қазанның бірінен жылуға қосылмаған еді. Бүгінде қаланың тұрғын үй инспекциясының төрайымының айтуынша, қаланың барлық тұрғын үйлері жылуға толық қосылған. Постоячные жалобы. Есть жалобы, связанные с работой теплового узла, выезжаем с отделом наладки. Есть, конечно, постоячные жалобы. Тұрғындардан стояктарға байланысты шағымдар түсіп жатыр. Мұндай шағымдар бойынша Оқжетпестің наладка қызметімен бірге барып, жылу өлшеуіш қондырғыны алып барып тексереміз, қарап тексеріп кеңестер береміз. Ирина Вундер көптеген шағымдар жылу батареяларының ысымауынан байланысты дейді. Мұнда жылу станциясы сыртта ауа температурасы төмендегенде берілетін жылуды көтеретіндігін ескертеді. Ақтау кентіндегі 12 көп қабатты үйлер жеке қазандықтармен жылытылады. Биылғы жылы кенттегі 32-ші үйге жаңа қазандық салыныпты. Айдос Ордабаевтың айтуынша, кентте де жылу беру маусымы қалыпты басталған. Біздің енді отопительный сезон дегеніміз 1 октябрьден басталды. Үйіміз жылы. Осы биыл меморандум бойынша бір котельныйға жаңадан бір котельный салдық, котел қойдық. Ал басқа енді өз күшімен, халықтың күшімен өздерін жасап, енді жылу беріп отыр 1 октябрьден бастап. Кенттегі Мырза станциясының тұрғындары ауысудың қиыншылығын айтып шағымданған болатын. Кент басшысы бұл мәселеге қаржы 2016-2017 жылға қаралғанын айтады. Соған орай мырзалықтар биыл қыста да ауысу қиыншылығын тартатын түрі бар. Бізде 16-17, енді қазір биыл қалай ақша қаржы туралы пока айта алмаймыз. Бірақ инвест проект бәрі бар бізде дайын. Ал көп қабатты үйлерге жылу есептегіш орнату жұмыстары жалғасатын болады. Қазанның бірінен басталған дифференциалды төлем жасау тоқтатылған жоқ, кейінге қалдырылды дейді Вундер ханым. Қазіргі таңда Оқжетпес инвест бағдарлама бойынша есептегіш қондырғыны орнатуды жалғастыруда. Қаланың барлық көп қабатты үйлеріне ортақ жылу есептегіш қондырғыны орнату туралы қосымша келісімшартқа қол қойылды. Қазірде Оқжетпес мекемесі басқару органы кооперативіне не тұрғын үй комитетімен келісімдер жасау әзірленуде. Қондырғылар барлық көп қабатты тұрғын үйлерге орнатылады. Қазанның бірінен басталуы тиіс, дифференциалды төлем жасау тоқтатылған жоқ, кейінге қалдырылды. Бүгінгі күнде Теміртауда 400-ге тарта көп қабатты үйде ортақ жылу есептегіш қондырғылары орнатылған. 3 үйге жаңғырту бағдарламасы бойынша жөндеу жасау барысында ескі қаладағы 2 үйге күрделі жөндеу жұмыстары барысында қойылыпты. Енді қаланың басқа үйлеріне де осындай қондырғылар орнатылатын болады. Ол үшін кооператив пен тұрғын үй комитетінің басшылары қаланың тұрғын үй инспекциясына тапсырыс берулері керек. Если есть желание или кто еще не подавал заявки, пожалуйста, заявку на мое имя в отдел жилищной инспекции, председатель КСК либо домком должны подать. Вот, мы уже потихоньку проводим обследование, то есть где установить счетчик, какого диаметра, потому что все счетчики устанавливаются согласно проекта, поэтому до установки прибора необходимо разработать проект. Вот, поэтому пусть мы просим обращаться, чтобы дом был обследован, и уже дальше разрабатывался проект, устанавливался счет.